Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен осындай өте воздушный fluffy слайм жасаймын. Егер видео қызық болса, ары қарата қараймыз. Ендеше fluffy слайм жасау үшін осындай ыдыс, және де араластырғанға қасық, осында қасық қойып қоямын. Және де ең бірінші мен осының ішіне клеймді құйып аламын. Өздеріңізге қанша көлемде қажет болады, сондай қойсаңыздар болады. Мен осынша құятын боламын. Және де менікі Alina Paint компаниясынікі. Және де бұған мен осындай маска для лицаны қосатын боламын. Осы жетеді. Енді басты біздің осы пена для бритья. Жақсылап шайқау керек. Глитте компаниясынікі. Осынша жарайды меніңше. Енді барлығын жақсылап тұрып араластыру керек. Енді осының үстіне мен осындай, бұл су емес, менде активатор, осыны қосатын боламыз. Осынша қосамын, аз-аздан қосатын боламын. Және де араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай менде бірден шығып жатыр. Достар, және де соңында менде осындай слайм шықты. Өте күшті қытырлайды, және осылай қытырлайды. Бір жақсысы бұл fluffy слаймның өте қатты воздушный. Сол жағы жақсы, өте керемет. Және мен ыдыстағы барлық клей слаймның заттарын алдым. Қалауларыңызша боясаңыздар болады, мен бірақ боямай дәл осы күйінде қалдырғым келіп тұр. Қараңыздар қандай керемет. Бұл бір жағынан желенеге қатты ұқсайды екен, себебі бұл пена для бритья желене қылып жіберетін секілді. Осындай керемет слайм. Өздеріңізде үйден жасап көріңіздер. Және де мынадай бор қышқылының осының орнына сіздер бор қышқылын аласыздар. Бұл менде ертілген активатор, яғни запуститель. Осындай керемет слайм шықты. Өте күшті.